Алғашқы адамдардың өзі туралы, қоршаған айналасы туралы тасқа қашап салған сурет естеліктерін ғылымда петроглифтер деп атайды. Петро – тас, глиф – жазу деген терминінен құралған. Қазақша мағынасы жартастағы сурет. Петроглифы Казахстана появились в эпоху камня. Қазақ жеріндегі жартас суреттер неолит, энеолит замандарында пайда болса керек. Алайда негізінен петроглифтердің өркендеген дәуірі ол қола дәуірі мен көк түріктер кезі. Еуропа һәм басқа аймақтарда петроглифтер негізінен терең үңгірлерде, жер астында салынған. Ал бізде керісінше, петроглифтің баршасы жердің үстінде, төбе құздарға қашалған. Осынысымен де далалық өңірдің петроглифтері ерекше. Сарыарқа даласында, оның ішінде Қарағанды өңірінде жартас суреттердің 27 орны тіркелген. Желтау, Шаматай секілді петроглифтер бірнеше метр алқапта жайғасса, Байқоңыр, тамды жартас жазбалары бірнеше шақырымға созылып жатыр. Құдды Сарыарқаның ашық аспан астындағы сурет галереясы секілді. Қазақ жеріндегі петроглифтердің ең алғаш тарихшылар көзіне түскені жезқазған жолында жатқан теректі әулие жартас суреттері. Тасқа қашалған бейнелер туралы 11 ғасырда өмір сүрген белгілі ғалым Әл-Буринидің еңбектерінде кездеседі. Қимақтар елінде Мәңгүр деген тау бар. Сол тауда жартас бар. Онда адамның аяқ, алақаны мен саусақтары және тізесінің ізі қалған. Құдды бір тәжім қылғандай. Сондай-ақ баланың аяғы мен есек тұяқтарының да ізі бар. Түрік оғыздар сондай жартасты көргенде тәжім етеді. Орта ғасырлық деректерге бірді-екілі деректер кездескенімен, түз даладағы тас галереялар сыры ғылымға ұзақ уақыт бойы жұмбақ болып қала берді. Тек 20 ғасырдың 30 жылдары энциклопедист ғалым Әлки Марғұланның басшылығымен Сарыарқаның тасқа салған суреттері ғылыми тұрғыда зерттеле бастайды. Ғалым аймақтағы 18 петроглиф орнын анықтап, 200 түрлі кескіннің сызбасын түсіріп алады. Петроглифтердегі сан, түрлі оқиға, композицияларды салыстыра келе, біріне құдық жанындағы құрбандық шалу, жұлдыздарға тәу ету, дала тұрғындарының өмірі, көкке, тәңірге ұмтылу, жаңаның туы деп атаулар берген. Қазақ этнографиясының білгірі Марғұлан Сарыарқа гравюраларын оқырмандарға түсіндіре отырып, әр образдың шығу тегін ашады. Мәселен, тас бетінде жиі қашалған түйелер қазақтың ежелгі желмая туралы аңыз ертегісімен үйлесерін айтады. Әлки Хаханұлы дала суреттеріне жай өнер туындысы ғана емес, этнографиялық дерек ретінде қарау қажеттігін алғаш айтып, ғылымға енгізді. Петроглифтерді хронологиялық тәсілдермен түсіндірсек, әуелгісі әлбетте тас ғасырынан басталады. Палеолит заманында күллі ру қауым аңшылардың қолына қарап отырды. Осыншама адамдардың амандығын арқалаған ер азаматтар аңға шығар алдын тасқа жануардың суретін салып, соны найзамен түйреген. Осы рәсімді жасасақ, жолымыз болады деп санаса керек. Если говорить об отличиях петроглифов эпохи камня и бронзы, будем говорить, то для наскальных изображений эпохи камня, которые выявлены, скажем так, в Западной Европе в 19 веке, петроглифы Альтамиры, скажем так, они отличаются больше реалистичностью, в отличие от петроглифов эпохи бронзы. Осы жартастағы суреттер жер климатының қалай өзгергендігінен де хабар береді. Қазір адам баласы бара қоймайтын айдалада жатқан көптеген петроглифтер бар. Оларды ешкім әдейі келіп қашап кетпегені белгілі. Бүгінде елсіз шөлейттер бір кездері гүлденген оазис болса керек. Осы өлкеде адамдар тұрған, зіл, мүйіз тұмсықтарды аулаған, өзі аулаған аң құсты тас бетіне бейнелеген. Жылдар өте күн суып, бұл хайуандар жойылып кетті. Сәйкесінше тұрғындардың аңшылық нысандары да өзгерді. Адамдар бұрынғыдай топ болып ірі аңдарды аулауды сиретіп, тауешкі тәрізді ұсақ жануарларды ұстай бастады. Ал ондай жылдам әрі кішкентай аңды ұстау үшін топтасып жүру тиімсіз болатын. Басты рөлге адамдардың сан емес, аңшының ептілігі шықты. Сондықтан да
тас бетінде қолына садақ пен жебе ұстаған аңшылардың бейнесі пайда бола бастады. Повсеместно встречаются изображения людей, дала антропоморфные беткейлерінде изображения, қолына которые садақ ұстаған адам бейнелері жиі ұшырасады. держащие в Садақ руках адамдар луки, ішінен стрелы. жеке дара тұлғалардың пайда Данный болуына түрткі сюжет, болды. данный образ, то есть үлкен хайуандарға лучника, топ болып он, шығып в принципе, жүргенде появляется жеке адам в эпоху индивид бронзы, деген можно ұғым сказать жоқ. так. Ал Но, мезолит заманында не тек имеет ұсақ такого, жануарлар ғана қалды. Оларды ұстау үшін всеобъемлющего, мерген то есть на всей өте территории шебер, Казахстана не ізбаққыш, везде их можно встретить, ақылды но болуы они керек. встречаются. Міне, жартастағы изображения садақшылар лучников. сондай Больше ең алғашқы изображения тұлғалардың лучников портреті деп санауымыз относятся, керек. наверное, к периоду раннего Железного века, а также периоду Средневековья, или, можно сказать, даже к Тюркскому периоду. Тарихтың бірнеше бетін парақтап жіберейік. Міне, бұрынғы жабайы ешкі, қой, сиыр енді қора малына айналған. Бұл суреттер мысты тас дәуірінде адамның өмір сапасы жақсара түскенін айғақтайды. Дәл осы тұста жылқылар қолға үйретіле бастайды. Петроглифтерден осы ұлы өзгерістерді де байқауға болады. Енді жалпы қарап отырсаңыздар, бұл теректі әулиеде 90%-ға жуығы жылқы бейнесі кездеседі. Жылқы бейнесі, сонымен қатар жаңағы екі өркешті түйелер, бактериандар дейді. Сонымен қатар бұқа бейнелері. Енді аяқтарынан қарасаңыздар, әні бұқаны көруге болады бір жағынан. Бұқаның өзінің мүйізі, бір жағынан тұлғасы, жаңа контурлы түрде салынған. Бұны салынбас бұрын бірінші қатпар тастардың беті тазаланып, жұқаланып, одан кейін барып жаңағы ұрғылау, сызу арқылы, методикасы арқылы осындай суреттер салынады. Енді осы петроглифтердің жалпы несін айтып кететін болсақ, арнайы мағынасын, осының түсінігін, мысалы петроглифтердің жазба деректері сияқты қарап, оның қай дәуірге жататындығын, оның бәрін анықтау мақсатында, ол үшін мифология, геология, соның бәрін қажет етеді. Қазақ жеріндегі гравюралардың ерекшелігі негізінен қола дәуірінің туындылары. Осы кезеңде бұл өнер қарқынды дамыған. Себебі бұл заманда металлургия ісі қарқынды дамыды. Ал металл көп істі жеңілдетті. Жұмыс жеңілдегендіктен бос уақыт көбейді. Осы кезден бастап адам баласы өмірдің мәні туралы ойлануға уақыт алды. Сол ой жемісін тасқа қашап түсірді. Әлем туралы, жаратылыс жайындағы тасқа қашалған бұл суреттер замандастар үшін өмірдің мәнін түсіндіретін діни кітаптар ретінде саналған сияқты. Петроглифтер суреттелген жартастар жұрт арасында әлі күнге киелі жер саналады. Көне замандарда сол жартас суреттерінің жанында діни рәсімдер өткізіліп тұрған. Байқоңыр петроглифтерінде ол анық байқалады. Жергілікті халық сол ескі заманда бұл мекендерде ритуал ұйымдастырылғанынан хабардар. Сондықтан кие тұтады. Бастапқыда көзге іліккен жануарлар бейнеленсе, қола дәуірінен бастап әр тайпа өзі ерекше қадір тұтатын аңдарға түрлі сипаттар қосып, тасқа шекіді. Атап айтсақ, өгіз. Өгіз суреті бұл қола дәуірінің айшықты белгісі. Ұзындығы 2 құлаштай жалпақ тастағы жануарлар суретінің арасындағы өгіздің әлпетіне таң тамаша боласыз. Себебі, Франциядағы Фон де Гом, Ласка үңгірлеріндегі суреттерге ол өте ұқсас. Толқынданған мүйізі алға қарай омсына біткен өгіз басқаларға қарағанда ерекше көзге түседі. Өте әсерлі етіп салынғандығы сонша, бұқа ентіге демалып тұрғанын сезгендей боласың. Енді жаңа ана жердегі бұқа бейнесін айтып отырмын ғой, негізінде контурлы түрде салынған. Бұл бұқа бейнесі қола дәуіріне жатады. Қола дәуірі 2000 жылдық, соның кезеңдері 2000 жылдықтың аяғы 1000 жылдықтың басына қарай келіңкірейді. Енді қола дәуірінде мысалы бұқаны пір тұтқан, бұқаны қасиетті тұтқан. Сондықтан оны қасиетті тұтқан себептен оны күн құдайы ретінде, және келісімшарт құдайы ретінде қабылдаған. Шатал юкке, немесе Урарту сарайлары бұқаның басымен безендірілген. Мысалы, оны ерекше тұлға ретінде қарап отқан байқауға болады. Содан кейін бар біртіндеп қолға жаңағы жылқы малы үйретілгеннен кейін енді қарап отырсаңыздар, жаңа бұқаның ішкі жағына жаңа жылқы малы сурет салынған. Бұқа екінші орынға сыратта, бірінші орынға жаңа жылқы малы кетеді. Міне өстіп, жартас суреттерінің мазмұны мен техникасына қарап, оның салыну тарихын анықтауға болады. Тіпті тайпалардың жер бетіне қалай тарағанын көрсетіп отыратын геолокация ретінде қолдануға болады. Бұл аймаққа қандай жұрт келді, қайдан келді, неге сенді деген сауалдарға да жауап бере алады.
Петроглифтерге қарап отырып, соны салған адамдар қайдан келді, қай жаққа көшті? Миграция жолын біле аламыз. Өйткені ежелгі тайпалар тоқтаған жерлерінде өздеріне ғана тән символ суреттер қалдырып отырған. Петроглиф сюжеттерін талдағанда ең алдымен күн басты адам бейнесі көзге түседі. Қола дәуіріне тән жарта суреттерде осы бейне өте жиі ұшырасады. Бір қызығы, мұндай бейнелер арқа жерінде ғана емес, Жетісу, Қырғыздың тауларында, керек десеңіз Египеттің жарта суреттерінде де бар. Бұл туралы пікірде, теорияда көп. Бұл жат планеталықтардың сұлбасы деп жүргендер бар. Ал Максимова, Ермолаева сынды ғалымдар ежелгі адамдар Құдайы осындай күн басты алыптар ретінде елестетіп бейнелеген. Өйткені үнді жеріндегі ежелгі тайпалар жаратушыны осындай образда суреттеген дейді. Алайда бұл да соңғы тұжырым емес. Бажайлап қарасақ, күн бастылардың қол ұстаса, айнала билеп жүрген бейнелері көп. Діни рәсім орындап жүрген адамдарға да келеді. Категорически утверждать, что это бұл суреттерде күн басты құдайлар бейнеленген деп бір жақты жауап беруге болмайды. Археолог Зейнолла Самашевтың пікірінше, қола дәуіріндегі мейрамдарда абыздар маска киіп алаңға шығатын болса керек. Сонда күн бастылар ол бетперде киген адамдар болып тұр ғой. Бұл теорияның жаны бар. Сібірде маска таққан адам бейнелері жиі ұшырасады. Людей солнца, можем сказать так. Қола дәуірінің соңына қарай арбалардың суреті салына бастағаны байқалады. Есть такое мнение, что қола дәуірінің соңына таман далалық халықтардың бір бөлігі Үндістан жаққа қарай жөңкіле көше бастайды. Осы көш кезінде арбалар өте көп қолданылған. Мыңдаған арбакештің қиқулатып келе жатқан көрген жергілікті жұрт шошып қатты таңырқаған. Өйткені ол заманда соғыс арбасымен тең келетін құрал жоқ. Әлбетте, жеңіс әкелетін көлікті басқарушы адам да культке айнала бастады. Арба жеккен патша, күн арбалы құдайлар деген аңыздар шыға бастады. Сол өмірдегі көргенін ежелгі суретшілер, абыздар осылай тасқа қашаған. На этих территориях. Соғыс арбаларының тас бетінде көптеп салынуы сол уақыттағы бейбіт заманның бір көрінісі деуге де болатын сияқты. Дәл осы кезде ұлы миграциясы жүріп жатқан. Әр түрлі тайпалар әрлі-берлі даланы кезіп өтіп жатқан уақыттың тасқа мәңгілікке қашалған көрінісі. Қола дәуірінен соң ерте темір ғасыры келетінін білеміз. Темірді игерген сақтардың заманы қалай басталады. Тастағы бедерлер де күрт өзгере бастайды. Бұл өзгеріс далалықтардың отырықшы өмірді тастап, қимыл қозғалысы көп, көшпелі салтқа ауысқандығымен де байланысты. Қола заманда ауыр қозғалатын жайбасар өгіз, түйелер негізгі кейіпкер болса, сақтардың кезінде ұшқыр, жылдам жануарлар, әсіресе жылқының бейнесі көбейді. Әрі бұл кезде ат баласын мейлі таутеке болсын, олардың жай тұрысын емес, шауып бара жатқанын, ышқына көтерілген сәттерін бедерлейді. Бұл көшпенді өмірдің үнемі қозғалыста болатын өмірдің өнерге әсері. Яғни, петроглифтерге қарап отырып, қай заманда адам қалай өзгерді? Ол кезеңнің идеологиясын көруге болады. Жалпы қарап отырсаңыздар, міне қаз қатарынан бірінің артына біріне салынған жылқы бейнесін байқауға болады. Көрдіңіздер ме? Бірінің артына бірі салынған. Бұл жалпы интерпретациясы, семантикасына қарап нетіп отырсаңыздар, бұл жалпы бұл кәдімгі табиғаттағы бір айналымды көрсетеді. Реинкарнация сияқты. Бұл жалпы жылқы бейнесімен бір жағынан мысалы жылқылар өмірден кетті, қайтадан өмірге оралды деген сияқты бейнеленген болса керек дейді. Сақтардан кейін дала төсінде түрік өркениеті қанат жайды. Осы кезде жартас беттерінде байрақты найза ұстаған, мұздай жарақтанған салт аттылардың сұлбасы көбейе береді. Чем связано появление данного сюжета, данных образов, скажем? Мұндай образдардың петроглифтерде көптеп бедерлене бастауына не себеп болды? Бұл дәуірде дала жұрты тарихта алғаш рет әлемдік деңгейдегі империяны құрады. Бұл көк түріктері. Сақ үйсін тайпалары да мемлекет құрды, бірақ онысы локалды, жергілікті ғана патшалықтар еді. Байрақ желкілдеткен салт атты әскерлер бұл үлкен империяның белгісі. Туы бар, жазуы бар, патшасы бар өркениетті мемлекет
құрдық деген ақпарат секілді бұл. Стандарт определенного государства. Петроглиф дегенің өнер ескерткіші ғана емес. Ол тұнып тұрған этнография музейі. Түрік заманында батырлар қандай жарағасында, қай қаруды қалай пайдалану керектігінде осы жарта суреттерде тәптіштеп берілген. Мәселен, аттың жалын 3 немесе одан да көп тісті етіп әдемілеп күзеген. Құйрығын ерекше әдіспен өрген, салт атты 3 бұрышты ұшы бар найзамен қаруланған. Ол оны қос қолымен кеуде тұсында ұстап отырады. Осы петроглифтерді қазақтың батырлар жырымен салыстыра зерттеген ағайынды құл мен тегілер көк түріктердің 5 қаруын сомдап шығарды. Сонда қарудың түрлері де айтылады. Қаруды қалай қолдану, қарудың қай жері сынатынына дейін айтылады. Қарудың аттары егер оған тек қана сәп салып қана қарау. Үңіліп зерттеп, зерделеп қарамасаң, жаңағы жалпылап оқысаң, оның бәрін өтіп кетесің. Біздің сол зерттеп, зерделеп қарағанымыздан біз мына қарулардың түрінің 5 қару дегеннен 20-30 қару түрін таптық. Кейбір қарулардың жеке адамдардың өздерінің әдістері бар қолданады. Қазақтың 5 қаруы сонау түрік заманнан келе жатқанын осы петроглифтер дәлелдеп отыр. Сонымен көшпелілердің 5 қару функциясы жағынан бір-бірін қайталамау керектігінде осы жарта суреттер түсіндіріп отыр. Садақпен алыстағы жаудатады, жақын келгенде найзамен түйрейді, қоян қолтық араласқанда қылышпен шабады. Жау темір құрсанған болса, шоқпармен төбеден ұрып жығады. Айбалтамен қарсыластың қаруын қағып жұлып алады. Міне, соғыстың осындай тәсілдерінің бәрі таста бедерленіпті. Бетіне бедер түскен тарихтың тас парақтарын оқып тастау әсте мүмкін емес шығар. Тас бетіне жазылған көне тарихтың сыры мен шыны әлі де болса кешенді зерттеулермен кесімді жауаптарын күтіп жатқан болар.